Сәлематсыңдар ма балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы біз адал елдің ұрпағымыз. Бүгінгі сабақтың мақсаты балаларды адалдық пен парасаттылыққа тәрбиелеу арқылы татулық, достық, адами қасиеттердің өмірдегі маңыздылығын түсіндіру. Кәне балалар, шаттық шеңберін құрамыз. Адалдық өміріңе керек нәрсе, ол да гүлден нұрланар. Көңіл бөлсе, халыққа өз пайдасын тигізе алмай, адам боп өзін меңгермесе. Балалар, берілген сөйлемдерді оқып, өз ойларымызды айтамыз. Табиғатты қорғаймын, ата-анамды сыйлаймын, отанымды сүйемін, өз еңбегіммен табыс табамын. Денсаулық зор байлық, өтірік арзан, шындық қымбат. Әділ сөйлеп, адал жүр, үлкенге құрмет, кішіге ізет. Бұл сөйлемдер мен адалдық және парасаттылық сөздерін байланыстыруға бола ма? Шілде айының шуақты күні еді. Зейнеткер бұрынғы мектеп мұғалімі Ақылбек ағай шөптен келе жатыр. Жол жөнекей көрші тұратын балалар Азамат пен Айдынды мінгестіріп алды. Жол ортаға келгенде кенет көзі жол шетіндегі әлденеге түсті. Жалт-жұлт етеді. Көлікті тоқтатып әлгі затты алды. Әмиян екен. Жемге тойған құстың бөтегесіндей бұлтиып қомақты көрінеді. Қызға қарап қалған екі баланың көзінше санады. 5400 теңге екен. Ақылбек екі балаға қарап күліп қойды да ары қарай көлігін жүргізді. Кенет ұстазға бір ой келді. Осы ақшаны желеу етіп, балаларды сынап көргісі келді. Екеуі де жасты. Адалдығы қандай екен? Балалар, сонымен біз ақша тауып алдық. Енді сол ақшаны не істеуіміз керек? Қане, өз ойларыңды айтыңдаршы. Әрқашан саспай, салмақпен сөйлейтін Азамат ұстаздың өзіне сұрақ қойды. Өзіңіз қандай шешімге келдіңіз? Әуелі сіз айтыңыз. Жоқ, сендер айтыңдар. Онда мен айтайын, деді шыдамсызданып Айдын. Тең бөліп алайық. Тапқан екенсің тең бөлгенді. Енді не істейміз? Оны Ақылбек ағай біледі. Тауып алдық, ұрлаған жоқпыз. Бөліп алайық. Осы ақша сенің туысқаныңдікі немесе досыңдікі болса қайтер едің? Айдын күмілжіп қалды. Ұстаз да үндемеді, өйткені ренжулі еді. Бұлар үйге таяп қалғанда алдынан төмен қарап салы суға кеткен Айша әпкені көрді. Айша әпке Айдынның нағашы әпкесі еді. Бұлар жамырай амандасты. Ақылбек ағай Айша әпкенің жағдайын сұрап, бір нәрсеге алаңдаулы сияқтысыз ғой. Дүкенге кірген едім, ақысын төлейін десем, әмияным жоқ екен. Қайда түсіріп алдым? Білмей келе жатырмын. Уайымдамаңыз, табылып қалар. Бұйырған дүние жоғалмас, деді Ақылбек ұстаз. Айша әпке қоштасып жүріп кетті. Айдынның екі беті ду ете қалды. Ақылбек ұстаз көлікті оталдыра бастағанда Айдын: ағай, түсіп қалайыншы, деді. Неге? Әпкеме барамын. Адалдық дұрыс па, арамдық па, деді. Көліктен түсіп, Айша әпкеге әмиянын берді. Айдын ұялып, кешіріңіздер деген сөзді әрең айтты.